Армысыздар, пайдалы ақпарат қызық арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз бүйректі тазарту туралы болмақ. Бүйрек ауруы. Бүйрекпен байланысты ең көп кездесетін мәселелердің бірі олардың тастарда пайда болуы. Тастар әртүрлі себептермен пайда болуы мүмкін, бірақ көбінесе кінәлі дұрыс емес диета, ақуыз тағамдарын, ұн өнімдерін, жармаларды, қосалқы өнімдерді, балықтың кейбір түрлерін, майшабақ, сардина, шпрот теріс пайдалану дененің бітелуіне әкеледі. Нәтижесінде бүйректе тастар пайда болады. Тастардың пайда болуында үлкен рөл атқаратын зәр қышқылы бүкіл денеге ауыр зиян келтіреді. Сондықтан бүйректі мезгіл-мезгіл тазалау өте қажет. Негізгі ұсыныстар: бүйрек ағзаны сүзгіден өткізуді және қажет емес заттарды шығаруды қамтамасыз етеді. Тиісінше, егер олар қож болса, онда олар өз жұмыстарын толық атқара алмайды. Кейбір жағдайларда бүйрек тастары пайда болуы мүмкін. Бұл өте жағымсыз асқынуларға әкеледі. Олардың бірі несеп ағардың таспен бітелуі. Мұндай жағдайда науқасқа уақытылы хирургиялық араласу ғана көмектесе алады. Тазалау не үшін керек? Бүйрек дененің маңызды сүзгілері. Олар метаболизм өнімдері мен улы заттардың қанын тазартады. Несеп өтетін арналарда қалдықтар мен шырыштың жиналуы құмның, сондай-ақ тастардың пайда болуына ықпал етеді. Сондықтан да бүйректі тазалап тұру керек. Бүйректі тазартатын препараттар өте көп, алайда оны дәрігердің кеңесінсіз біз қолдана алмаймыз. Сондықтан да үй жағдайында емделу үшін халықтық емдеу әдістерін ұсынайын. Тазарту процедурасы үшін адамдар емші рецепттерін қолданады. Бүйректерді халықтық емдеу әдістерімен тазарту жылына 1-2 рет қайталануы керек. Тазарту үшін диуретикалық әсері бар шөптер мен өнімдер қолданылады. Бұған қоса аз мөлшерде белок пен оңай сіңетін көмірсулардан тұратын арнайы диетаны ұстану керек. Алайда процедураға қарсы көрсеткіштерді есте ұстаған жөн. Простата аурулары, 1 мм-ден үлкен тастар, жақында ауыстырылған операциялар, әйелдік қан кету, лактация, жүктілік, кейінге қалдырылған инфаркт, инсульт, қуық пен бүйрек аурулары. Қайың бүршіктері, емдік қасиеттері мен қарсы көрсеткіштері. Ежелден ақшашты сұлулық емдік ағаштарға жататын. Моншада шомылу қайың сыпырғышымен жақсы жасалған деп есептелді. Ал таңғажайып ағаштың шырыны тек дәмді дәмге емес, сонымен қатар нағыз емдік эликсир болып табылады. Қайың бүршіктері табиғаттың ерекше сыйы. Бұл компоненттің емдік қасиеттері мен қарсы көрсетілімдері ерекше назар аударуды қажет етеді. Қайың бүршігі ағзаға жақсы әсер етеді. Олардың негізгі қасиеттерін қарастырыңыз. Қабынуға қарсы, бактерияға қарсы, диуретик, қақырғайдағыш. Бірақ бүйрек жеткіліксіздігі кезінде, жүктілік кезінде қайың бүршігін пайдалануға тыйым салынғанын есте сақтаңыз. Сондықтан алдымен дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Содан кейін ғана тазартқыштарды қолданыңыз. Қайың бүршіктерінен жасалған тиімді дәрілер үшін бүйректерді тазарту және емдеу үшін келесі құралдарды ұсынамыз. Қайнатпа қайың бүршіктері тірі немесе құрғақ. 9 дана, оларды сумен толтыру керек. 400 мл қоспа қайнатылады және баяу отта шамамен 10-15 минут ұсталады. Салқындағаннан кейін сорпаны сүзгілеу керек. Bir ас қасық үшін күніне 4 рет қолдану ұсынылады. Алкоголь тұнбалар қайың бүршіктері 1 стакан 70% спиртпен толтырылады. 5 стакан тұнбаны 20-25 күн бойы қараңғы жерде орналастырады. Өнімді герметикалық жабылған қара шыны ыдыста сақтаған жөн. Тұнбаны сұйытылған түрде қолданыңыз. 0,5 ас қасық су 20-22 тамшы. Препаратты күніне 4 рет қабылдаңыз. Ит мұрынмен тазалау. Табиғаттың адамға берген тағы бір тамаша емі бүйректі тазарта алады. Емшілер ит мұрын әртүрлі ауруларға пайдаланады. Бүйректі тазарту үшін оны қалай қайнатуға болады және қалай ішуге болады. Бұл рецепті қолдануға болады. Сізге ит мұрын қажет болады. Оларды кофе тартқышта майдалап ұнтақтаңыз. 5 ас қасық салыңыз. Ұсақталған компонентті қайнаған сумен 0,5 литр су құйыңыз. Өнімді түні бойы термосқа тұндырған күйде қалдырыңыз. Инфузияны күніне 2 рет қабылданатын 2 бөлікке бөлу керек.
ұсынылатын терапия курсы 2 аптаға созылады. Ит мұрын тамырын пайдалану. Тазарту үшін тек жемістер ғана қолданылмайды. Жабайы раушан сияқты өсімдіктің тамыры өте емдік. Оны қалай қайнатуға, қалай ішуге болады. Бүйректегі құмды кетіруге арналған тамаша құрал келесідей жасалған. Ит мұрын тамырын алыңыз. Кем дегенде 3 жастағы өсімдікті таңдаңыз. Оны ұсақтаңыз. Тамырды 2 шай қасық сумен толтырыңыз. 1 литр. Қоспаны мыс шәйнекке құйыңыз. Баяу отта 5-10 минут қайнатыңыз. Дәріні түнде жылы жерде қалдырыңыз. Ит мұрын күніне 3 рет 0,5 кесе қолданыңыз. Дәрі тіс эмалын қорғау үшін сабан арқылы ішіледі. Емдеу 10-15 күнге созылады. Содан кейін 1 айға үзіліс жасау керек. Осыдан кейін бүйректі емдеу үшін ит мұрын қайтадан қолдануға болады. Жарма тазалау. Түрлі табиғи ингредиенттер бүйректі тамаша тазартады. Тағы бірнеше керемет рецепттерді қараңыз. Бүйректерді сұлымен тазалау. Ол желе түрінде қолданылады. Өнімді жасау үшін 12 сағат бойы қабығымен бірге термосқа астықты қайнату керек. Содан кейін қоспаны блендерде ұнтақтау немесе мұқият ұнтақтау керек. Бұл ботқа 2 апта таңғы ас ретінде қызмет етуі керек. Зығыр дәнмен тазалау. Негізгі компонент 1 ас қасық сумен 250 мл құйылады. Қайнағанға дейін жеткізіледі. Зығырдан жасалған желе осылай дайындалады. Қажет болса, оны сумен аздап сұйылтуға болады. Дәрі-дәрмекті 2 сағат сайын 100 мл 7 күн бойы қабылдау керек. Қарбызбен тазарту. 1-2 апта ішінде тек қарбыз жеу керек. Қарабидай нанының кішкене бөлігін енгізуге рұқсат етіледі. Егер сіз қыста тазартуды жоспарласаңыз, жазда қарбыз қабығын жинаңыз. Оларды пеште кептіру керек. Қыста мұндай қыртыстардан шай қайнату ұсынылады. Міне біз сіздерменен түрлі жолдағы халық емінде бүйректі қалай тазалау керек екенін бөлістік. Әуелі дәрігердің көмегіне жүгініп жасап көрсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.